Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын алмалы пирогтың, яғни шарлотка пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқа және де үстіне қант қосып, жақсылап тұрып миксермен қант ергенше, яғни масса ұлғайғанша жақсылап тұрып араластыратын боламын. Масса осылай 2 есеге дейін ұлғайып, яғни пенка болу қажет. Осылай дайындап алған массаның үстіне бір ас қасық қопсытқыш қосып, оның үстіне қажетті мөлшерде ұн қосамын. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Барлығын осылай силиконды күрекшенің көмегімен осылай жұмсақ араластырамын. Қатты күш салып араластырудың керегі жоқ. Осылай барлығын біркелкі етіп, яғни масса біріккенше араластырамын. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Каналымнан әртүрлі тәтті дәмді рецептерді таба аласыз. Осылай массаны біркелкі етіп араластырып алдым. Енді осы массаның үстіне алдын ала көбіктеп тұрылған алманы саламын. Алманы салмасаңыздар да болады, бірақ салған кезде өте дәмді, тәтті дәм береді. Енді осы дайындап алған массаны менде жүрек пішінді форма, осы формаға құйып пісіріп алатын боламын. Осылай формаға құйып алғаннан кейін видеода көрсетілгендей алмаларды осылай тестаның үстіне әсемдеп шығатын боламыз. Қалауыңызға қарай әртүрлі етіп алмаларды орналастырсаңыз болады. Маған осылай ыңғайлы әрі өте әдемі көрінеді. Осылай барлығын жақсылап тұрып орналастырып алғаннан кейін қызып тұрған пеште 35-40 минут аралығында пісірдім. Әркімнің пеші әртүрлі. Сіз де осы рецеппен жасап көріңіз. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Менің каналымда әртүрлі тәтті дәмді рецептерді таба аласыз. Қараңыз, пирог осындай өте дәмді, қызарып, воздушный болып пісіп шықты. Сіз де тура осы рецеппен жасап көріңіз. Піскеннен кейін бірден пештен шығармаңыз. Бір 15 минуттан кейін шығарып, әрі қарай бөлме температурасында ысытып алып, кесіп жеп көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Қараңыздар, осылай кескен кезде де көрініп тұрған шығар. Өте жұмсақ әрі воздушный болып піскені. Сізде тура осы рецеппен дайындап көріңіз. Ортасы толық піседі, ешқандай шикі болып қалмайды. Өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығады. Видеоны соңына дейін көріп, маған қолдау білдіргеніңізге рахмет. Сіздермен болған тәтті рецептер жинағы.
Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді бір жасағаннан шығатын грек жаңғағы қосылған, яғни ореховый торттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Құрамы да өте оңай, бір жасағаннан сәтті шығады. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап отырыңыз. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысқа 4 жұмыртқаны қосып, миксерлеп, үстіне қант қоса отырып, масса 2 есе ұлғайғанша, яғни пенка болғанша жақсылап тұрып миксерлейтін боламын. Осылай масса 2 есеге дейін ұлғайып, пенка болу қажет. Және де осы массаның үстіне ерітілген сары майда құйып, жақсылап тұрып миксерлеп, оның үстіне қажетті мөлшерде ұн салып, және де бір ас қасық көпсіткіш қосып, жақсылап тұрып венчикпен араластырамын. Бұл жерде миксерді қолданудың қажеті жоқ. Осылай қоймалжың масса болды. Енді осының үстіне негізгі ингредиентті, яғни грек жаңғағын осылай сақтап турап салатын боламын. Жақсылап тұрып біркелкі етіп араластырамын. Әрі қарай пісіретін боламын. Менде осындай дөңгелек форма, осы формаға астына фольганы төсеп, осылай массаны құйып шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште, яғни 180 градустағы пеште 35 минут көлемінде пісірдім. Осы уақыт аралығында кремін дайындаймын. Креміне бөлме температурасындағы майға вареный сгущенканы араластырып, жақсылап тұрып миксерлеп алдым. Осы уақыт аралығында пирогымыз осылай қызарып, күшті болып пісіп шықты. Енді осыны 3 бөлікке осылай пышақтың көмегімен бөліп аламын. Пышақ болмаса жіппен де бөлуге болады, бірақ маған осылай ыңғайлы болды. Қараңыздар, ортасы толып піседі, еш уайымдамаңыздар. Осылай 3 бөлікке бөліп, арасына пропитка жасадым, яғни менде сүтке қант қосып, осылай жақсылап тұрып пропитканы құйып, кремді үстіне жағып шықтым. Осылай тортқа 3 ас қасықтан кремді жағып шықтым. Крем өте нәзік, және де осы тортқа өте күшті дәм береді. Тура осы рецептпен сізде жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Менің каналымда әртүрлі тәтті дәмді рецептерді таба аласыз. Крем сүні үшін 1 сағатқа холодильникке қойып алдым, бірақ бір түнге қалдырсаңыздар да өте күшті крем сініп, өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Бұл торт негізі өте тойымды, және де өте дәмді. Сізде тура осы рецептпен бір рет болсын жасап көріңіз. Сыртына да осылай креммен қаптап, сәндік үшін грек жаңғағын үстіне қойып, осылай дастарханға ұсындым. Барлығына өте қатты ұнады, әрі тойымды, өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, мені қолдап қойыңыз. Ұнаса комментарий қалдырыңыз.